Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Тәтебекова Айнұр Андабековна, Абай атындағы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Қазақ тілі 6 сынып, сабақтың тақырыбы диалект сөздер. Оқу мақсаты: коммуникативтік жағдайға сай ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогке қатысу, ойын анық жеткізу. Оқылым стратегияларын қолдану, комментарий жасау, іріктеп оқу, рөлге бөліп оқу. Неологизм, термин, диалект сөз, кәсіби сөздердің қолданыс аясын түсіну және ажырата білу. Бағалау критерийлері: коммуникативтік жағдаятқа сай ресми сөздер мен тіркестер, дайын тіркестер мен терминдерді орынды қолданып, диалогке қатысады. Мәтінге қатысты оқылым стратегияларын қолданады. Диалект сөздерді мәтіннен ажырата алады. Балалар, үй тапсырмасын пысықтау мақсатында мына сұрақтарға жауап береміз. Сөздік қорға қандай сөздер жатады? Жаңа сөздер дегеніміз не? Жаңа сөздердің пайда болу себептерін айтыңдар. Жаңа сөздерге мысал келтіріңдер. Термин сөздер деп қандай сөздерді айтады? Термин сөздер қай салаға қатысты болады? Экспо көрмесі туралы не білесіңдер? Экспо туралы қандай қызықты деректер білесіңдер? Диалект сөздерді қолданасыңдар ма? Диалект сөздер дегеніміз, белгілі бір аймақ шеңберінде тұратын жергілікті халық тілінде ғана кездесетін сөздер диалект сөздер деп аталады. Ерекшеліктері: қолданылу аясы шектеулі, жалпы халыққа түсініксіз, белгілі бір аймақтың тұрғындарына ғана түсінікті сөздер. Әдеби тілде синонимі болады. Мысалы, жұмыртқаны тұқым дейді. Бірінші тапсырма: берілген суреттер мен тірек сөздер туралы ой бөлісіңдер. Екінші тапсырма: www.mektep.kz сайтының видео парақшасынан 3-ші бейнежазбаны көріңдер. ТВ-шоу әдісі бойынша жүргізуші оқушы қонаққа сұрақтар қояды. Бейнежазба мазмұны бойынша естерінде қалған мәліметтерді қағаз бетіне түсіріп жазыңдар. Осы ақпараттар негізінде диалог құрастырыңдар. Дескрипторлары: керек мәліметтерді дәптерге жазады, диалогке қатысады, мазмұнын баяндайды. Үшінші тапсырма: диалект сөздерді әдеби тілдегі атаумен сәйкестендіріп сөйлем құраңдар. Диалект сөздер: сым, азанда, бақыр, сүгірет, там. Әдеби тілдегі атауы: сурет, үй, шалбар, шелек, таңертең. Осы сөздерді сәйкестендіреді. Дескриптор: диалект сөздерді ажыратады, сөйлем құрап жазады. Бірінші топ: сым, азанда сөздеріне сөйлем құрайды. Екінші топ: бақыр сөзіне сөйлем құрайды. Үшінші топ: сүгірет сөзіне сөйлем құрайды. Төртінші топ: там сөзіне сөйлем құрайды. Төртінші топ тапсырма: суреттегі заттардың атауларын жазыңдар. Қай сөз диалект, қай сөз кәсіби тілге жататынын анықтаңдар. Дескриптор: диалект сөздерді ажыратады, сөйлем құрап жазады. Бірінші, екінші топ диалект сөздерді жазады. Үшінші, төртінші топ әдеби тілге жататын сөздерді жазады. Бесінші тапсырма: мәтінді инсерт әдісі арқылы оқыңдар. Білемін, мен үшін түсініксіз, мен үшін жаңа ақпарат, мені таңғалдырады. Дескриптор: мәтінді түсініп оқиды, қажетті белгілерді қояды. Бірінші топ: қандай, кім сұрақ дайындайды. Екінші топ: қашан, қайда деген сөздерге сұрақ дайындайды. Үшінші топ: қайда, не деген сөздерге сұрақ дайындайды. Төртінші топ: қалай, қайтты деген сөздерге сұрақ дайындайды. Графикалық органайзер әдісі арқылы мәтіндегі термин сөздерді талдаңдар. Термин сөзді табамыз, сөздің мағынасын анықтаймыз. Сабақты бір сурет, 5 сұрақ әдісі арқылы қорытындылаймыз. Бір сурет, 5 сұрақ әдісі бойы сұрақ құрастырыңдар. Дескриптор: мозаика арқылы берілген суреттер құрастырады. Сурет бойынша сұрақ құрастырады. Сабақты бойынша кері байланыс: не жақсы өтті, не жақсы өтпеді, өзіңіздің қандай күшті жақтарыңызды артқа сүйендіңіз, нені өзгерткіңіз келеді, саған не ерекше қиын болды, саған ең пайдалысы не болды деген сұрақтар төңірегінде оқушылар өз пікірін білдіреді. Балалар, үйге тапсырма ретінде 5-ші тапсырма беріледі. Сабағымыз аяқталды балалар. Қош сау болыңдар.